Құрметті тыңдарман, менің YouTube каналыма қош келіпсіз. Бұл каналда біз жүктіліктің асқынулары сияқты проблемаларды көтеріп, сіздерге түсіндіруге тырысамыз. Бүгінгі тақырыбымыз көп қойылатын сұрақтардың бірі ол гематома. Жүктілік кезінде гематома, қанды бөліністер, РХГ деп айтады. Осы туралы сіздерге түсінік берейін. Жатыр денесіне бала жолдасы деп айтамыз ол босанған кезде, ал кішкентай срокта ол хорион деп айтамыз. 16 аптаға дейін ол хорион, 14-16 аптаға дейін ол хорион деп айтылады. Мынау бекітіліп тұрған нәрсені. Кейін 16 аптадан бастап бұл плацента деп айтылады. Плацентаның қызметі қандай? Плацентаның қызметі жатырдың қабырғасынан қанды алып, неге ұрыққа жеткізу. Және оның еще гормональды несі бар, функциясы бар. Аналық бездерде прогестерон деген гормон бөлінеді. Сол гормон жүктілікті сақтап, жатырдың бұлшық етін жұмсақ қылып ұстайды. Өйткені оның ішінде құрсақта ұрық дамып келе жатыр. Сол ұрыққа жағдай жасайтын гормонды прогестерон деп айтамыз. Қандай да бір себептермен прогестерон гормон жаңағыдай деңгейі төмендеген кезде, және де жатырда қандай да қабыну процесі болған кезде, жатырға бекітілген хорион немесе бала жолдасы шетінен сылына бастайды, немесе ортасынан сылыну мүмкін. Сылыну әр жерінде кездесуі мүмкін. Мысалға, жатырдағы қабырғаға бекітілген жерінің сылынып келуі мүмкін. Соны бала жолдасымен жатырдың ортасындағы жиналған қанды гематома немесе ретрохориальная гематома деп айтамыз. Яғни ретро деген бір нәрсенің артында деген сөз, ол бала жолдасының артындағы жатыр қабырғасы мен екеуінің ортасындағы гематома деп айтамыз. Бұл қандай белгі береді? Бұл белгісі қан көру. Төмен кішкентай срокта төмен жағыңыздан қан келуі болады. Және де бұл немен аяқталуы мүмкін? Бұның сценарийі қандай? Жүктілікке әсері қандай болуы мүмкін? Егер де, мысалға қарасаңыз, коптика теменой деймін, мынау 8 көзбен баланың басының размері өзі, допустим, 5-6 сантиметр болатын болса, гематоманың размеріне соны қарастырамыз. Егер де гематомаңыз мынадан үлкен болатын болса, бұл жүктілік сақталуы екіталай. Өйткені бұл көлемді гематома деп есептеледі, ретрохориальная. Сондықтан мынау сылынып бастаған бала жолдасын, мынау қан немесе қанды үйінді, ол бала жолдасын сылып, бұлай төмен түсіп, выкидышқа өтуі мүмкін. Бұл бір сценарий. Кейбір кезде гематома тұрады. Егер мысалға осы гематоманы шақырған себеп ары қарай өршімесе, дамымаса, ол қатты мысалға жатырдың тонусына әсер етпесе, мына гематома өздігінен суырылып жоқ болып, астынан түсіп, қайтадан жақсы бекітіліп, жүктілік ары қарай жалғаса береді. Ол көп жағдайда кездесетін жағдай. Гематоманың бәрі түсікпен аяқталмайды, көбісі суырылып жоқ болады. Енді қараңыз, гематома өршіп үлкейіп жатыр дейік. Мысалға, гематоманың көлемі үлкейіп жатса, ол жаңағы түсік болуы мүмкін. Түсік болудан бұрын мынау қанды бөліне бергеннен кейін жатырдың мойны, мынау бізде жатырдың мойны жабылмайды. Жабылмағандықтан жатырдың мойнының мақсаты ұрықты құрсақ ішінде сақтап қалу, және мына жақтағы қынаптағы бактерия, выделение солардың барлығынан қақпа болу. Жатыр қуысы мен қынап қуысының екеуінің бір-бірінің қақпасы. Мына жерден қан келе бергендіктен мына жаңа қақпа сәл ашыңқырап тұрады. Содан кейін мына жердегі бактериялар, или мына шейкадағы бактериялар ары қарай жоғары қарай өрбіп, мынау қанды болып тұрған жерді қабындыру мүмкін. Оны біз айтамыз инфицированный аборт деп айтамыз. Ол қанды үйінділарға бактерия қонып, жатыр ішінде қабыну процесі пайда болады. Яғни бұл жүктілік, егер инфицированный аборт болатын болса, ол жүктілік еш нәрсе, жақсы нәрсемен аяқталмайды. Бұл жүктілікті үзу керек, причем өте тез үзу керек. Өйткені мынау жатырдың дуалына, эндометрийна, миометрийна, мына қабынған бактериялар көп көлемде өтсе, түсік болғаннан кейін әйелде қызуы көтеріліп, жатырдың эндометрит деген үлкен қауіпті қабынуына өтуі мүмкін.
Сондықтан сізде УЗИ-дист гематома қойса, немесе ретрохориальная гематома қоятын болса, сіз қатаң бақылауда болу керексіз. Сіз физикалық күштемелер, жыныстық қатынас, балаларыңыз болса, мысалы, оларды көтере бермей, жұмысыңыз стрессовый болса, оны доғару керексіз. Яғни, өзіңіздің жағдайыңызды реттеу керексіз. Мүмкін сіздің гематома әлі кішкентай сақтауға көнетін болуы мүмкін. Сондықтан кішкентай күйінде тоқтату үшін, егер сіз мұғалім болсаңыз, мысалға, үнемі жаңағыдай стрессовый жұмыс, или детский садта сіз не болсаңыз, анандай воспитатель болып жұмыс істесеңіз, сол сияқты, мысалы, балаларды көтеріп, заттарды көтеріп, немесе сатушы болып заттарды көтеруге мәжбүр болсаңыз, оны жұмысты мынау сұрақ шешілгенше тоқтата тұрасыз. Өйткені бұл тікелей жүктілік сақталады ма, сақталмайды ма, жүктіліктің жалпы жақсы аяқталуына тікелей әсер ететін. Стресс, физикалық, половой покой, оның бәрін алып тастайсыз. Содан кейін ары қарай тексерілуде тұрасыз. Мынау сорылып жоқ болса, жүктілігіңіз жалғаса береді. Ал мынау ұлғайып жатса, іштегі ұрықтан да көлем үлкейіп бара жатса, онда сіз стационарға жатып, бұл жүктілікті үзуге мәжбүрсіз. Өйткені іште тұрған қан сізге зиян келтіруі мүмкін. Түсінікті ғой, мынау жатыр мойны жабық болу керек, бала жолдасы жабысып тұру керек, сылынбау керек.